Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз біздің кафеде буын. Өткен сабақты пысықтауға арналған тапсырма. Берілген буындардан сөз құрастыр, сөзде қанша буын бар? Дескриптор бойынша буындардан сөз құрастырып айтады, сөздердің буын санын анықтайды. Оқулықпен жұмыс. Оқулықтағы бірінші жаттығуға назарымызды аударамыз. Берілген сурет бойынша қыздың үстел үстіне қойған көкөністеріне қарап, қандай тамақ дайындағалы тұрғанын айтып көр. Дескриптор бойынша сурет бойынша әңгімелейді, сұрақ-жауапқа қатысады. Дәптермен жұмыс. Үшінші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жазып, шешу тап. Орам жапырақ қайда өседі? Орам жапырақтың қандай пайдасы бар? Одан қандай тағам түрлерін дайындауға болады? Дескриптор бойынша бірінші жұмбақты оқып шешуін табады, екінші сұрақ-жауапқа қатысады. Кері байланыс. Сабағымыздың соңында мен сабақты жақсы түсіндім. Көңіл күйім мынандай болды. Мен сабақты толық түсінгенім жоқпын. Сабақ маған ұнаған жоқ. Көңіл күймен білдіреміз. Үй тапсырмасы 4-ші жаттығу 27-ші бетте. Сау болыңдар.